Африканың әртүрлі халықтарында алғашқы неке түні қалай тойланады? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Әр халықтың өзіне тән үйленгенде ұстанатын дәстүрлері бар. Бір жерлерде қалыңдықта әкесі қолымен жетектеп күйеуіне апарса, ал бір жерде күйеу жігіттің достары қызды әкесінің үйінің жатын бөлмесінен жасырын түрде ұрлап кетеді. Кейбір жерлерде жас жұбайларға күріш себілсе, басқаларында ақшалар шашылады. Еуропалықтар африкалық үйлену тойларын экзотикалық дәстүр деп санайтыны сөзсіз. Бірінші неке түніне қатысты африкалық тайпалардың дәстүрлері көпшілікке мүлдем ессіз болып көрінеді. Уганданың солтүстік батысында тұратын Банянколия тайпасының қызықты және бізге үшін оғаш дәстүрі бар. Қыз тұрмысқа шықпас бұрын нағашы апасы күйеу жігітпен төсектес болуы керек. Тәжірибелі әйел осылайша ер адамның қабілетінің жақсы екенін тексереді. Сонымен бірге төсекте оның қабілетін бағалайды. Содан неке түнінде ол да жас жұбайлардың бөлмесінде болады. Бірақ бұл жолы жаттықтырушы рөлінде. Ол жыныстық қатынаста тәжірибесі жастарға не және қалай істеу керектігін айтып түсіндіріп үйретіп тұрады. Руанда, Бахуту тайпасында отбасылық бақытқа жету жолында бәрі болуы мүмкін. Мысалы, Бахуту тайпасында жас жұбайлар неке түні алдында бір-бірін ұрып соғуды талап етеді. Сонымен бірге әйел күйеуін қолына келгеннің бәрімен ұруы керек. Содан кейін жас әйел өз міндетін орындап әкесінің үйіне барады. Бұл бір апта бойы жалғасады. Оның соңында махаббат актісі пайда болады. Бұл әдет бойынша ерлі-зайыптылар бар сезімдерін бір-біріне көрсетіп, содан кейін бақытты өмір сүреді. Полинезияда жабайы әдет-ғұрып бар. Жас жұбайлардың барлық ер бала достары неке түнін қалыңдықпен бірге өткізу керек. Бұл дәстүр қыздың неке түнінде ағатын қызық қаны жындармен қаныққан деген мифпен байланысты. Жас әйелді зұлым рухтардан босату үшін онда қатысып жатқан жасы үлкеннен кішіге дейін барлық ер адам онымен бірге жыныстық қатынасқа түсуі керек. Әйтпесе, жас жұбайлар зұлымдықтан тазартылмайды. Заңды жұбайы әйелмен тек соңында барлығымен төсектес болған соң ғана жыныстық қатынасқа түсуге құқылы. Бұл кезде тайпаның барлық әйелдері ырым жасалатын жерді айнала қатты дауыстап ән айтып би билеу керек. Берберлер шығыста Египеттің батыс шекарасынан батыста Атлант мұхитына дейін және оңтүстікте Нигер өзенінен Жерорта теңізіне дейін 7 ғасырда исламды қабылдаған халық. Солтүстік Африканың байырғы тұрғындарының жалпы атауы. Бербер тайпаларынан шыққан қалыңдық пен күйеу үйлену тойынан кейін бірден жалғыз қалмайды. Олардың неке түні ұжымдық түрде өтеді. Үлкен жатын бөлмеде жас жұбайларға бірнеше ерлі-зайыптылар қосылады. Ал төсекте тәжірибелері бар олар өз тәжірибесін жастарға көрсетіп, жастарды бір-бірінен ұялудан арылтады. Бұл іс-шара 5 күнге дейін созылады. Филиппиндегі жас жұбайларда неке түні болмайды. Оларға әрине ұйықтауға рұқсат етіледі, бірақ бір-біріне жақындауға рұқсат жоқ. Қонақтар мен туыстар жас жұбайлардың жалғыз қалмауын қадағалайды, және оның себебі бар. Олар жас жұбайлар мас күйінде жүріп төсектес болса, әйел жүкті болып қалмасын деген ниетпен жақындатпауға тырысады. Оларда ішкілік кезде бала көтеру әбес болып саналады. Негізінде, көп жағдайда қалыңдықтардың көпшілігі үйлену тойына дейін салмақ жоғалтуды армандайды. Бірақ Мавританияның кейбір аймақтарындағы ер адамдар семіз әйелдерді жақсы көреді. Сондықтан олар некеге дейін қыз балаларды күштеп тамақтандырады. Мавританияда арықтықты ұсқынсыз кейіп деп санайды. Сондықтан 9 жастан бастап жас қыздарды үйлену тойларына дейін тамақ көп жегізіп семірте бастайды. Қыз бала күніне 2 келіге дейін тары ботқасын жеп, 20 литрдей түйе сүтін ішеді. Сондай-ақ қалыңдықты үйлену тойының алдында бірден семірту дәстүрі бойынша қыз бірнеше ай бойы арнайы тұрғызылған сарайшықта ешқандай қозғалыс жасамай, дәмді тамақты тек жатып ішеді. Руанда, Кения және суахили тілінде сөйлейтін басқа елдерде жас жұбайлар қараусыз қалмайды. Олар төсек қатынасының барлық қыр-сырын түсіну үшін ежелден қалыңдықтың ең үлкен әйел туысы әдемі безендірілген неке төсегінің астына жатады. Ол жастарға неше түрлі кеңес береді және таңертең бәрі қалай өткенін басқа жұртшылыққа айтып куәландырады.
Кейбір африкалық тайпалардың мынандай әдет-ғұрыптары бар. Үйленбес бұрын таңдалған күйеу жігіт қалыңдығын ата-анасына өзінің табандылығын дәлелдеу керек. Күйеу жігіт әкесіне келеді. Ол оны тексеріп, оның бұлшықеттерін жамбасын ұстап, аузына қарайды. Осыдан кейін бұйрық айтылады 17 рет деп. Жігіт келіншектің анасын сонша рет қанағаттандыру қажет. Оның үстіне бұл сан 100-ден асып кетуі мүмкін. Ал жігіт мұны үздіксіз жасауға мәжбүр болады. Біреулер шыдай алмай қашып кетеді. Ал сынақтан өткен адам күйеу болып, бүкіл тайпаның құрметіне ие болады. Тағы бір тайпаның рәсімін айта кетсек, бұл рәсімге күйеу жігіттің достары қатысады. Бұл рәсімнің басты кейіпкері тас пышақ. Оның көмегімен қызды пәктіктен айырады. Бірақ бәрі тәртіппен. Сонымен күйеу жігіт өзінің сүйіктісін достарына сеніп тапсырады. Олардың 3 досы қатысады. Содан кейін оны қызды, яғни орманға апарады. Оның пәктігін тас пышақпен алады. Содан кейін оны зорлайды және оны кейін қайтадан тайпаға қайтарады. Бірақ мұнымен бәрі бітпейді. 3 күн бойы тайпаның барлық ер азаматтары қызбен төсектес болады. Содан кейін ғана ол күйеуімен мәңгілікке қалады. Көптеген Африка тайпаларының діни қызметкерлері немесе ақсақалдары қыздарды пәктіктен айыруға мәжбүр болған кезде кең таралған әдетке ие болады. Бұл діни қызметкер болашақ күйеуін олардан қорғай отырып, барлық қауіп-қатерді өз мойнына алғанымен түсіндіріледі. Ежелгі адамдар әйел қынабын жаңа бөлме секілді, яғни еркекті онда жақсы нәрсе күтіп тұрмайды және оларға мүшесін бірінші кіргізу қиынға соғады деп сенеді. Пәктіктен айыру кезінде пайда болатын қан да таза емес болып саналады және Құдайдың қорғауымен қорғалмаған адамға кез келген қиыншылықтар әкелуі мүмкін. Дегенмен мұндай әдет-ғұрыптардың практикалық мағынасы жоқ. Бүгінгі күнге дейін әйелдердің көпшілігінде тәжірибесіз және епті емес серіктеспен алғаш рет төсектес болғандықтан ғана көптеген комплекстер пайда болады. Тағы бір қызықты рәсімді айта кетсек, қыздарды джунглиге жібереді. Осылайша бірінші ер адамның рөлін еркек горилла ойнайды. Ал егер қыз маймылды тарта алмаса, бұл оның әлеуетті жұбайы ретіндегі беделіне кірбің түсіреді. Оларда тіпті горилла оған назар аудармады деген ой болады. Көбінесе бұл маймылдың шабуылымен немесе маймыл тайпалардың бірінің шабуылына еліктеумен аяқталатыны анық. Сонымен қатар ол байғұс қызбен қалағанын жасай алатын. Пәк қыз неғұрлым көп жарақат алса, соғұрлым ол тайпаның иерархиясында жоғары орынға ие болады. Бұл жыныстық мүгедектік үшін төленетін баға. Осы видео ұнаса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалай аласыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.